Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі біздің кезекті түсірілімімізде қонақта Салимова Ясмина. Ясмина, тағы да қош келдіңіз. Бірінші өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ясмина. 11 сынып оқушысымын және де Алматы қаласындағы iPlus білім беру орталығында оқып жүрмін. Жақсы. Бірінші сұрағымыз, Ясмина, жалпы сіздің қандай қызығушылықтарыңыз бар, қандай хоббиіңіз бар? Менің қызығушылықтарым шығармашылықпен байланысты десем де болады. Яғни сурет салу деген сияқты, немесе видео суреттерді соларды монтаждау деген сияқты, соларға қызығамын. Жақсы. Қазіргі сөзбен айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда біздегі мобилограф, видеограф деген сияқты нәрселерді жақсы көресіз, өте жақсы. Енді бүгінгі біздің ең басты сұрағымыз ол мамандық таңдауда қандай қиындықтар бар? 11-ші сыныпсыз ғой, иә? Меніңше ол менің қабілеттілігіме қызығушылығым сәйкес келмеуі деп ойлаймын. Қазіргі кезде мамандық өте көп болғандықтан мен өзімнің қабілетім қайсысына келетінін білмеймін. Жақсы, нақты мамандық таңдауда қиындық болып жатыр, жақсы. Жалпы біз сізбен осы консультацияға дейін профронтациялық тест тапсырған болатынбыз. Сол тест бойынша қазір сізбен мамандық таңдауды жалғастыратын боламыз, Мен сізге арнайы файлыңызды сіздің типіңіз бойынша, қабілеттеріңіз, қызығушылықтарыңыз бойынша дайындап алып келдім. Сол бойынша жұмыс жасайтын боламыз, жарай ма? Жалпы бізде сіздегі жеке тұлға типі ол шығармашыл. Өзіңіз айтқандай, осындай шығармашылық тип шығып тұр екен. Яғни бұл типтегілер ақылды, сонымен қатар ерекше алғыр ақылымен қоса жарасымды әзіл айту қабілеті бар, кең ауқымды білімі бар, сонымен қатар стратегиялық ойлауы жақсы. Стратегиялық тұрғыдан барлық нәрсені сол стратегия жағынан ойлап қарастыратын болады. Сонымен қатар сіздерден бұндай талант иелерінен керемет өнер тапқыштар шығады деуге де болады. Осы талант туралы не айтасыз? Бар ма бұл қабілет сізде? Бұл қабілеттер менде бар деп ойлаймын. Яғни өзіңіз айтып тұрғандай жаңағы шығармашыл деп шығып тұр сізге. Шығармашылыққа кішкене жақын. Демек бұл қасиеттер, таланттар сіздің бойыңыздан табылады деген, Жақсы. Жалпы бізде бұл тест бойынша сізді экстраверт деп шығарып тұр екен. Яғни жаңа адамдармен танысып араласқан ұнайды, сізге мүмкіндіктер, теориялар, жаңа идеялар ұнайды, логикалық және объективті шешімдер қабылдай аласыз. Сонымен қатар ізденістегі адам. Сіз үнемі жаңа ізденістерге, сондай бір мүмкіндіктерге қол созасыз. Бұлар туралы не айтар едіңіз? Шынымен де адамдармен тез тіл табысып кетемін. Және де әрқашанда жаңа затты үйренгім келіп тұрады, бір затқа ғана тоқтала қоймай. Әр затты көргім келіп тұрады, білгім келіп тұрады. Яғни бір салаға ғана емес, бірнеше саланы қамтығыңыз келеді, барлығын көргіңіз келеді. Осы жеріміз кішкене біздің ұқсастық бар сияқты, себебі мен тоже мысалы бір салада ғана емес, барлық саланы меңгергім келеді. Мен де видео түсіргенді жақсы көремін, оны өңдегенді жақсы көремін, жаңағы дизайнерлік суреттерді салғанды жақсы көремін деген сияқты. Бұл жерлеріміз ұқсас екен. Жақсы. Енді осы таланттардың, осы типтердің мықты тұстарына келіп тоқталайық, Ең біріншісі ол білімге құштарлық. Жан-жақтылық дегеніміз ол енді білімге құштарлық деп те айтсақ болады. Себебі әрдайым оқығанды жақсы көреді бұл талант иелері. Бұл шығармашыл талант иелері неғұрлым көп ақпарат білетін болса, соғұрлым өзін сенімді ұстайтын болады. Сондықтан мұндай типтегі адамдар жаңа нәрсені үйрену мүмкіндігін ешқашан қалт жібермейді, жаңа нәрсені үйренгенді жақсы көреді және ешқашан қолданбайтын болса да, бірақ оларды үйрену арқылы және білім қорын толықтыру ол өзінің жаңағыдай ісінің маманы екенін көрсете біледі десек те болады. Яғни үнемі ізденіс үстінде, үнемі даму үстінде сол білімді алуды ешқашан тоқтатпайды. Келесі, олар шығармашыл адамдар алғыр ақылға ие, сондықтан олар қандай әңгіме болмасын, қандай орта болмасын, сол жерге тез сіңісіп кетеді, және де ол жерде болып жатқан темаларға тез кіріп кетеді десек те болады, тез меңгеріп алады. Және де жинақталған білімі мен идеяларды оңды қолданып, қажетті көзқарастарды құрай алады екен. Сонымен қатар негізі бұл талант иелері жаңағыдай дебат бар ғой, сондайларға қатысқанды жақсы көреді екен. Яғни пікірталаста енді әртүрлі
ол жердегіде көп оқу керек қой ол пікірталасқа қатысу үшін де. Сол сияқты өзінің білімін басқалармен алмасқанды жақсы көреді екен. Яғни ой талқыларға қатысқанды жақсы көреді. Сонымен қатар харизма және тапқырлық, бұл талант иелері өз орнымен сөйлей біледі және сөйлегенді жақсы көреді, өзінің білгенін, түйгенін, көргенін айтқысы келеді. Және білімі мен ақылды жаңағы икемді ақыл ойына сүйене отырып кез келген әңгімені олар алып кете алады. Яғни және де біреуді жақсы тыңдай алады. Бұл қасиеттер, бұл мықты тұстарыңыз туралы не айтар едіңіз? Осы мықты тұстар сіздің бойыңыздан табылады ма? Бұған да келсем, жаңа ортаға келген кезде жаңа айтқандай тесіл табыс кетемін және де әңгімеге ілесіп кетемін шынымен де. Және де білімді адам әрқашан сенімді болып жүреді ғой. Сол үшін жаңа зат үйренгім келіп тұрады, білгім келіп тұрады бәрін, және соны жеткізгім келіп тұрады. Өз ойымды айтқым келеді всегда. Яғни бұл талант иелері, тағы да қосып өтейін, мысалға бір ақпаратты көріп қалатын болса, соны өткізіп жібермей, мен мынаны үйреніп алайын, ертең тоже біреуге айтып берем. Ол адамға да пайдам тисін деген сияқты астын былай сызып алуы мүмкін, Яғни сол талант иесі сізсіз. Дұрыс қой? Өз айтып тұрғандай шығармашыл және ақылды талант иелері. Жақсы. Енді осы мықты тұстарыңызбен қатар біз сіздің интеллектіңізге тоқталайық, Бұл туралы да тест сіз тапсырған болатынсыз. Интеллект бойынша бізде енді 8 интеллекттің түрі бар. Сол 8 интеллекттің бір түрі сізде тұлғааралық интеллект. Енді шығармашыл адамдарда көбінесе осы интеллект шығатынына сенімдімін. Сондықтан тұлғааралық интеллект шығып тұр екен сізде. Бұл дегеніміз тұлғааралық интеллект, жаңағы айтқанымыздай, басқа адамдармен тез тіл табыса алу, басқа адамдардың эмоцияларын сезіне алу, сонымен қатар олардың мінез темпераментін түсініп, оларды қарым-қатынаста қолдану мүмкіндігі. Яғни эмпат адамдар. Біреудің көңіл күйі түсіп тұратын болса, оны сіз міндетті түрде бірден байқай аласыз және оған қандай қарым-қатынас жасау керек екенін білесіз. Ол адамның көңіліне қарап сөйлеу деген сияқты, оның адамның жаңағыдай қай жерінде не болып жатқанын білу, соның барлығын айта аласыз. Және бұл талант иелері сенуге, сыйлауға қабілетті және өзара тиімді мақсатқа жетуге талпынатын болады. Бұл интеллект туралы не айтар едіңіз? Адам маңдай көңіл күй түсіп тұрса, ол өзі айтпай тұрса да мен оны сезіп қоямын. Айтпай жатса да айтқызып аламын, не болды деп. Және оған қолдау беруге, көмектесуге тырысамын. Және де өзім жүрегіме тез қабылдайтын болғандықтан ауыр сөздерді басқаларды да ренжіткім келмейді. Сөйлеген кезде көңіліңе тиіп кетпесін деп ойланып барып сөйлеймін. Хорошо, жарайды. Енді біз сізбен тестті қарадық, интеллектті қарадық. Енді мен сізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Бізде бір техника бар, жақсы көрем, қолымнан келеді, басқалар бағалайды деген техникасы. Осы техникамен жұмыс жасап көрейік. Мысалы, мен жақсы көремін, оқушылармен жұмыс жасағанды жақсы көремін, кішкентай балалармен жұмыс жасағанды жақсы көремін, және де бір ғылыми салада жұмыс жасағанды жақсы көремін деген сияқты. Сізде осы не нәрсені жақсы көресіз? Мен жаңа айтып өткендей, видеосуреттерді монтаждағанды жақсы көремін, және себебі ол өзім фантазиямды қосқыңыз келеді, қосқым келеді. Телефонмен жасайсыз ба сіз? Телефонмен, сондайлармен ұнайды. Жақсы. Осы салада қазір өзіңіздің жаңағыдай уже қолтаңбаңызды қалдырып үлгердіңіз десек те болады, Жасап көрдіңіз ба? Жақсы. Енді келесі қолымнан келеді. Жақсы көрем, қолымнан келеді. Мысалы, менің қолымнан келеді, балаларға мамандық таңдауға көмектескен қолымнан келеді, балалармен сөйлескен, оларға мотивация берген нәрсе менің қолымнан келеді. Сол сияқты сіздің қолыңыздан не нәрсе келеді? Жақсы көрген нәрсеңізбен қолыңыздан келетіні екеуі сәйкес келеді ма? Бірдей ма сізде? Сәйкес келеді екеуі де. Яғни сол жаңағы монтаж жасаған жақсы келеді қолымнан. Сол нәрсені жаңағы сурет салу қолымнан келеді дедіңіз, солардың барлығын сіз болашақта жаңағыдай компьютермен сондай деңгейде жеткізгіңіз келеді ма? Жеткізгім келеді. Жақсы. Енді басқалар бағалайды. Басқалар сіздің қай талантыңыз үшін көмегіңізге жүгінеді? Сенің қолыңнан осы жақсы келеді, Ясмина, маған осы бойынша көмектесіп жіберші деп. Сол жаңағымен байланысты тағы да үйдегілер
үлкен кісілер енді онлайн нәрсені жасап білмейді ғой көп. Сол кезде маған жүгінеді, Ясмин ананы істеп берші, мынаны өңдеп берші деп. Сол кезде маған келеді, осы бойынша көмек сұрайды. Жақсы. Жарайды, енді бізде осы таланттарға сәйкес келетін техника мен жаңағы тесттің көмегімен сізге қандай мамандықтар ұсынылғанын қарайық. Бұл жерде сізде мынау бірінші бетте тұрғандай сізге маркетолог маман, сәулетші, бағдарламалық жасақтама жасаушы, веб әзірлеуші, графикалық дизайн мамандықтары және тағы басқа мамандықтар шығып тұр екен. Қызық, мына жерде шынымен ақ сізде өзі шығармашылық тип шығып тұр. Сонымен қатар сізде мына жерде жаңағы дизайн мамандықтары шығып тұр екен, немесе сәулетші мамандығы шығып тұр екен. Енді осы мамандықтар бойынша бізде сізде жаңағыдай екі жаққа қарай бөлініп тұр, немесе маркетинг жағына барсақ болады, немесе біз келесі ол IT жағына барсақ болады. Бірақ IT-дің ішінде бізде мамандықтар көп қой, сондықтан соның ішінде біз графикалық дизайнер жағына барсақ болады. Яғни сурет салу, бірақ оны жаңағыдай компьютермен солай салып, сонымен қатар сондай графикамен жұмыс жасауға болады. Қалай ойлайсыз, осы мамандыққа қарай баруға сізде не бар ма? Қабілет бар ма? Жақсы көру? Бар деп ойлаймын, өйткені мен телефонмен, компьютермен өңдегендер мен қолымнан келеді. Яғни сол жағына баруға. IT саласына барған дұрыс сияқты. IT саласына барған дұрыс сияқты. Яғни техникалардың көмегімен жұмыс жасағанды қалаймын деп тұрсыз ғой. Енді ол жерде білесіз, IT саласына барған кезде шыдамдылық деген нәрсе бірінші орында керек болады. Бұл талант бар ма сізде? Бір істі бастасаңыз, міндетті түрде аяғына дейін жеткіземін деген, бұл да енді бір таланттың бір түрі деп айтуға болады. Себебі қазір бізде ең мықты таланттардың бірі бұл бізде фокус қой. Адамдар фокусты көп қоя алмайды. Әсіресе осы поколение кішкене басындағы видеоны көретін болсаңыз да 5 секунд көресіз да, 5 секунд жетсе жетті, болмаса 3 секундтан кейін басқа видеоға ауысып кетеді деген сияқты. Бұлардың барлығы бір шыдамдылықтың, сабырлықтың үлгісі іспетті. Сол үшін IT саласында да сіз мысалға қай саласына бармасаңыз да, жаңағыдай бір істі бастаған кезде ол қате болып қалып, бір нені жазғаныңыз қате болып, қайтадан басынан бастауыңыз мүмкін. Сондықтан бұл жаққа бармай тұрып, осы нәрсе сізде сабырлық, істі аяғына дейін жеткізу деген талант өзіңізде бар ма? Қасиет бар ма? Бар деп ойлаймын, бірақ та жоқ болса да, ол адам өз-өзімен жұмыс істеу керек біріншіден. Дұрыс айтасыз. Өз-өзімен жұмыс істеп, сол шыдамды болуға тырысамын. Яғни мамандығымды мен жақсы көрсем, мамандығымды сүйсем, мен аяғына дейін бұл мамандықтың жолында кездесетін әрбір кедергіге тоқтап қалмай, үнемі мен еңбек етіп отырамын дейсіз ғой. Өзім болашағым үшін тырысамын. Мен осы жауапты естігім келген негізі сізден, себебі ойланып қалып, жарайды, басқа мамандықты таңдай салайық деген нәрсе де болуы мүмкін еді ғой. Сондықтан демек мен сізге осы мамандықтардың несін таңдап келген болатынмын. Сондықтан осы мамандықтарға онда тоқталайық, осы таңдалған мамандықтарға тоқталайық. Ең бірінші мен сізге ұсынатын мамандығым бұл ақпараттық технологиялар мамандығын қарасақ болады. Және ақпараттық технологиялардың ішінде одан кейін өзі университетке барған кезде мамандықтарды қарастыруға, жаңа графикалық дизайнер жағына баруға мүмкіндігіңіз бар. Қалай ойлайсыз? Бізде енді информатика, математикада 4 мамандық бар, 4 мамандық тізімі. Оның ішінде ең біріншісі ақпараттық технологиялар мамандығы, одан кейін ақпараттық қауіпсіздік, кибербезопасность деген, одан кейін барып криптология және мұғалімдік мамандықтар бар. Қазір біз соны қатарымен жаңағы сіздің таңдауыңыз бойынша жазып шығатын болсақ, келесі осы жазда бітіресіз ғой. Осы жазда бітірген кезде бізде конкурс болады. Конкурс болған кезде 4 мамандық, 4 университет таңдауыңыз керек болады. Ал сіз қазірден бастап соған дайын боласыз. Сондықтан бүгін соны бірге таңдасақ, жарай ма? Ең бірінші ақпараттық технологиялар мамандығы жаңағы айтқанымдай таңдауымызға болады, немесе біз қауіпсіздік жағына барсақ болады. Бірақ көбінесе мен сізге жаңағы ұсынған мамандығым ол осы ақпараттық технологиялар саласы болатын. Сондықтан қазір енді өзіңіз қараңыз, қайсысына баруға мүмкіндік бар? Біріншіге ақпараттық технологияларды қоямыз. Біріншіге ақпараттық технологиялар таңдасақ болады, Және осы жерде біз білетін бір нәрсе бар, ол дегеніміз, сіз тек қана ақпараттық технологияларды жазып қана қалған мамандықтарды жазбай ақ қойсаңыз болады. Бірақ немен или болмаса басқа да возможностьтарды көрем, мүмкіндіктерді жібермеймін дейтін болсаңыз, ақпараттық қауіпсіздік, басқа мамандықтарды қатарымен жазып қойсақ болады. Себебі балл алғаныңызға байланысты. Бірінші мамандыққа түссеңіз, автоматты түрде қалған үшеуі киіп кетеді, ал бірге түспесеңіз 2, екіге
түспесеңіз 3, 3-ке түспесеңіз 4 деген сияқты кезегімен қаралатын болады. Сондықтан біз бірге ақпараттық технологияларды қалдырамыз, дұрыс қой? Иә. Жақсы, екінші мамандық ретінде біз мұғалімдікке барамыз ба, немесе криптология мамандығына барамыз ба, немесе қауіпсіздікке барамыз ба? Екіншіге қауіпсіздікке барған. Ақпараттық қауіпсіздіктер мамандығына бара аламыз. Үшінші мамандық ретінде біз мұғалімдік немесе криптология. Мұғалімдік деп ойлаймын, өйткені адаммен жақсы жұмыс жасай аламын деп ойлаймын. Және сіз білімді жаңағы жақсы көретін болғандықтан, ізденісті жақсы көретін болғандықтан осы салаға баруыңызға мүмкіндік бар, иә? Жақсы. Енді келесі бір мамандық бізде криптология мамандығы қалды. Биыл ғана жаңадан қосылған мамандық, крипто мамандарын даярлайтын мамандық болғандықтан, бұл мамандыққа да біз жазуымызға болады. Сондықтан 4-ші қылып осы мамандықта жазсақ болады екен, иә? Жақсы. Мен сізге дайындаған файлым ретінде шықты. Енді осы мамандықтар бойынша біз ұбт статистикалық мәліметтеріне тоқталып өтейік, иә? ұбт статистикалық мәліметтері бойынша бізде 2024 жылы жалпы грант саны бойынша ақпараттық технологияларға 4831 грант бөлінген екен ақпараттық технологиялардың өзіне. Және оның ішінде ең жоғары балл 2024 жылы 140 балл, ең төменгі балл 110 балл. 2023 жылы грант баллы бойынша ең жоғары балл 138, ең төменгі балл 96 балл. 2022 жылы жоғары балл 140, ең төменгі балл 104 балл болған екен. Бұл жалпы конкурс бойынша. Сондықтан сізде ауылдық квота бар ма? Бар, иә. Ауылдық квота болатын болса, бұл өте жақсы мүмкіндік. Негізі бұдан да төмен балмен түсуге болады, бірақ жаңағыдай өзіңізге үлкен мақсат қоя беріңіз. Сол үлкен мақсатқа жету үшін мына жерде уже жалпы конкурспен деп көрсетіп қойдым. Сол бойынша қарауыңызға болады, жақсы ма? Және де бізде келесі мамандық бойынша, мына жерде барлық өтініштердің саны, бізде грант айттық қой, 4831 бөлінетін болса, сол 4831 грантқа 11752 оқушы тапсырған екен. Яғни бір орынға 2,4 оқушы таласып тұр. Демек, бізде сұранысқа ие бұл мамандық. Сонымен қатар бізде қазір 4-ші өндірістік революция. Ол дегеніміз бойынша әлемдік 4-ші өндірістік революцияда қазіргі кезде сұранысқа ие мамандықтардың бірі ол IT мамандары, яғни big data, қазір киберқауіпсіздік деген бар ғой, иә? Сондай IT заманы болғандықтан осы мамандықтар сұранысқа ие, сондықтан көп оқушылар осы мамандықтарды таңдап жатыр. Және бұл мамандықты таңдау арқылы сізде өкініш болмайды деген үміттемін. Және бұл мамандықтар бойынша университеттер КБТУ университеті, Сүлеймен Демирел университеті, Астана IT университеті таңдауыңызға мүмкіндік бар, немесе Алматыдағы МУИТ университеттері бар. Солардың ішінде ең мықты университеттер осылар, жақсы маман ретінде дайындайтын. Келесі бізде ақпараттық қауіпсіздік мамандығы. Ақпараттық қауіпсіздік мамандығы сізде де көрсетіліп тұрғандай, бізде 2024 жылы 2768 грант бөлінді, оған 1372 оқушы тапсырды, яғни бір орынға 0,5, ең төменгі балл 76 балл, ең жоғары балл 136 балл. Сізде бұл ақпараттық қауіпсіздік жағы енді ақпараттық технологияларға кішкене сәйкес келетіндіктен екіншіге қойдық, бірақ бірінші мақсат бізде ақпараттық технологияларға түсу болу керек. Жарай ма? Иә. Келесі бізде информатика мұғалімдерін даярлау. Бұл бойынша 2024 жылы 750 грант бөлінді. 750 грантқа 799 оқушы тапсырды. Яғни бір орынға 1,1. Ең жоғары балл 2024 жылы 131 балл, ең төменгі балл 91. 2023 жылы ең жоғары балл 129 болса, ең төменгі балл 78. 2022 жылы ең жоғары балл 123, ең төменгі балл 92 балл екен. Яғни бұл бойынша енді бізде мұғалімдікті дайындайтын СДУ университетіне түсуге болады, Гумилев университетіне түсуге болады, немесе біздегі Абай университеті бар, иә, сол университеттерге тапсыруға мүмкіндігіңіз бар. Келесі бізде криптология мамандығы, бұл өзі 32 грант бөлінеді бұл мамандыққа. Сондықтан бұл мамандық бойынша Гумилев университетіне немесе Фараби университетіне жазуға түсуге мүмкіндігіңіз бар. Бірақ бізде тағы да айтам, ең бірінші мақсат ол ақпараттық технологиялар мамандығына түсуге өзіңізге мақсат қоюыңыз керек. Жалпы мамандықтар туралы не айтасыз? Осы мамандықтарға деген бұрын ойыңыз болған бе еді? Бұрын ойым болған, иә. Бірақ та сенімді болмадым ол кезде. Қандай ой болған еді? Біреу сізге ұсынып беді бұл мамандықты? Ағам ұсынатын. Себебі мен өзім білмейтін, миыма ешқандай мамандық келмейтін, мынау маған сай келеді деген сияқты. Сол кезде ағам айтатын, IT саласында дамып жатыр, соған бар деп. IT саласында жұмыс жасай ма ағаңыз өзі? Иә.
Жақсы. Бір үйде 2 айтишник болады десеңізші, иә. Жақсы. Енді біз осы мамандықтар бойынша мамандықтардың маңызына тоқталып өтейік, иә. Бірінші, сіз ақпараттық технологиялар мамандығын аяқтап, жаңағы айтқаным сияқты бағдарламашы, веб бағдарламашы немесе жүйелік сарапшы немесе жаңағыдай дизайнер сияқты жұмыс жасауларыңызға мүмкіндігіңіз бар. Келесі ақпараттық қауіпсіздік мамандығы. Ақпараттық қауіпсіздік мамандығы бойынша банк саласында немесе телекоммуникация саласында, байланыс саласында мәліметтер дерек қораларын әкімшілеуге байланысты компания бөлімшелерінде де жұмыс жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар бізде информатика мұғалімдерін даярлау мамандығы бойынша сіз мектептерде білім беру саласында, қосымша білім беру мекемелерінде информатика мұғалім болып жұмысқа орналасуға мүмкіндігіңіз бар екен. Және біздегі 4-ші мамандық ол криптология мамандығы деп айтқан болатынмын. Криптология мамандығы бұл жалпы крипто мамандарын даярлайтын ақпараттық қауіпсіздік саласынан бөлек жаңағы өзінің жеке спецификасы бар мамандық, және болашақ криптологтар негізінен қорғаныс министрлігінде, ұлттық қауіпсіздік комитетінде тәжірибеден өтеді және сол жақтарда жұмыс жасауға мүмкіндігі бар екен. Сондықтан қазір сізге осы мамандықтар бойынша ақпарат бере алдым деп ойлаймын. Енді кішкене болса да бір мида жинақылық деген нәрсе болды ма? Баста келген Ясминамен, жаңағы Ясминамен қазіргі Ясминаның арасында айырмашылық бар ма? Бір кішкене жинақылық болды ма миыңызда? Иә, әрине бар. Тіпті жаңа тест тапсырып отқан кезінде де өзіме сұрақ қойып көрмегеннен кейін бұрын соңды өзім жайлы түсініп бастадым. Сол тест арқылы түсіндім, қандай заттарға қызығушылығым бар, қандай заттар маған ұнамайды. Және де сіздің көмегіңіз арқылы мамандық жалпы мықты тұстарыңызды анықтай алдыңыз, иә? Бізде жаңағыдай нәрсе ғой, көбінесе біз бірінші таңдау пәнін таңдап аламыз да, көп оқушылардың қателігі. Сосын барып мамандық таңдаймыз. Бірақ одан қараған кезде негізі бірінші қабілетіміз бен қызығушылығымызға қандай мамандық сәйкес келеді, бірінші сол мамандықты таңдауымыз керек. Мамандықтан кейін ғана барып біз таңдау пәндерін таңдауымыз керек. Осы жолда қателеспеу керек. Жақсы. Мақсатқа жетудің қадамдарына бір рет тоқталып өтейік. Яғни үздіксіз білім мен табандылық бұл мақсатқа міндетті түрде жеткізетін болады. Қазіргі қазан айында сізде 61 балл болған екен, иә? Сынақ тесті бойынша. Енді бізде Б нүктесі дегеніміз бізде нағыз ұбт кезеңдері. Нағыз ұбт кезеңі бізде бұл мамыр және маусым айлары. Мамыр және маусым айларында бізге 100 балл жинауымыз керек, иә? Кем дегенде 100 балл, минимум 100 балл деп қояйық IT саласына. Және біз әр ай сайын 6 балдан қосып отыруымыз керек екен. Сол кезде біз мынау Б нүктесіне жете аламыз және қалаған өзіміздің ақпараттық технологиялар мамандығына грантқа түсуімізге мүмкіндік бар. Бірақ мына жерде 100 балл деп қойғанымызбен, егер сіз СДУ университетіне барғыңыз келетін болса, 120-дан жоғары жинауымыз керек. Неге? Себебі әр университеттің шекті баллы бар екенін ұмытпауымыз керек. Ал Астана IT мен МУИТ университетінде ол әрине 80 балл, проходной балл. Соларды да қарауға болады. Бірақ неғұрлым жоғары балл жинаған сайын, соғұрлым сіздің грантқа деген мүмкіндігіңіз жоғары болады. Иә? Иә. Жақсы. Енді осы біздің консультация бойынша тағы да бір өз ойыңызды айтып өтсеңіз. Ең алдымен сіздерге үлкен рахмет. Маған осындай мүмкіндік беріп, біраз уақыт бойы басым қатып жүрді. Тіпті мамама барып жылайтын, мама мен білмеймін қай жаққа түсетінімді деп. Сіздің тестеріңіз арқылы және сіздер арқылы миымды жинақтап бердіңіздер. Болашағыма бақыт бағдар беріңіздер десем де болады. Рахмет. Яғни болашақта кім болатыныңызды қазір білдіңіз, иә? Жақсы. Біздің де басты ойымыз осы болған. Сізге кішкене болса да көмегіміз тисе қуаныштымыз, Ясмина. Жақсы, онда осымен біздің бүгінгі түсіріліміміз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.